Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей міне бүгін Қытай елінен кезекті тапсырыс. Мінекей мынандай үлкен коробкада. Бұл мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай JD.com сайтынан тапсырыс берілген. Мінекей бағасы да $219 деп көрсетілген. Бұның ішінде бізде ZTE фирмасының смартфоны. Бұл тапсырыс беріліп, ақшасы төленген күннен бастап тура бір ай дегенде жетті. Бұл JD.com сайтын біреу білсе, біреу білмес. JD.com сайты мына Қытай елінде көп тараған. AliExpress'тің бақталасы десе де болады. Ішінде бос коробкалар және ішінде мынандай ғана кішкентай бұрышында осындай ғана кішкентай телефонымыз жатыр. Ешқандай ашылмаған. Жоқ. JD.com'ның өзінің жаңа фирменный этикеткасымен, салфанымен қапталған екен. Осындай үлкен коробканың ішінде кішкентай ғана смартфонымыз. Бұл JD.com жаңа Қытай елінде көп таралған өте. Осы жақында ғана Ресей және ТМД елдерінің нарығына келіп жатыр. Жаңадан ашылып осындай не болып жатқандықтан. Мінекей заводской пленкасы да алынбаған екен. Осы орыс тілді нарыққа жаңадан келіп жатқандықтан көптеген жаңағындай жеңілдіктер, сондай скидкалар болып жатыр. Мінекей Nubia деген жазу бар. Бұл мінекей мына ZTE фирмасының жаңағындай суббренді десе болады. Huawei'де Honor деген сияқты, Sony'да Xperia деген сияқты. Мінекей осындай ғана кішкентай қорапшада смартфонымыз. Комплектісін мінекей мынаның ішінде екен барлығы. Мінекей мынандай бір USB шнур, өзінің фирмалық ZTE-нің және мінекей біздің стандартқа арналған осындай бір зарядкасы 1,5 ампер, 1500 миллиампер деп тұр. Және мынандай документация. Ішінде мынандай скрипкамыз бар. Және EMA наклейкалары. Және мынандай мінекей краткое руководство пользователя. Міне бәрі орыс тілінде және ағылшын тілінде. Бұл смартфон $200 тапсырыс берілген. Сайтта жаңағындай коробкада көргендеріңізде $219 деп көрсетіліп тұр. Скидканы есептеген кезде тура $200 айналды маған. Мінекей русский English деп тұр. Мінекей орыс тілі бар. Клавиатура таңдауға болады екен сразу бірінші сәттен. Автоматический дейді. Жарайды. Wi-Fi бәрін кейіннен қоса жатамыз. Мінекей осындай бір 5 дюймді смартфон. Экраны өте жаңағындай четкий десе болады. Мына жағында осы ZTE-нің өзіне тән мынандай қызыл мынандай домалағы бар. Басқан кезде мына екі шетінен назад және меню деген кнопкалары жанады. Бұл смартфонға не үшін қызықты мен? Бұл смартфонның диагоналі 5 дюйм, Full HD разрешениесі, камерасы 16 мегапиксель, Sony'дің камерасы 16 мегапиксельдік, процессоры Snapdragon 615, 2 гигабайт азу, 16 гигабайт память және екі симка салынады, нано сим және
micro SD карточкасын салуға мүмкіндік бар. Мына жерде 2 nano SIM, Android 5.02, Lollipop. Камерамыз қазір бір кез келген бір затты түсіріп көрейік, мынандай мелкий жазуларды. Смартфонның төбесінде мынандай мини джек 3,5 мм микрофон, оң жақ бұрышында оң жақ қабырғасында дауыс реттеу батырмасы, іске қосу батырмасы, микро USB, микрофон, динамик, сол жағында nano SIM-ге арналған слот бар. Смартфонның ең басты артықшылығын мен үшін камера болды. Менің алдыңғы камерам, алдыңғы смартфоным MX4 Meizu болатын, Meizu MX4. Сол жерде мысалға жаңағыдай қолмен ручной настройка дейді, сондай несі болатын режимі. Мына жерде де сол сияқты фокус ненің бәрін өзгертетін несі бар. Ең басты талап менде смартфонға қояр ең басты талап осы болған. Және мына жерде айтқым келгені, Wi-Fi желісіне қосылғаннан кейін обновление келді маған. Обновление яғни интернет бойынша автоматты түрде обновление поддержка болады деген сөз. Қазір обновлениені 2,3 мегабайт дейді. Обновлениесін көріп жіберейік. Қазір қосылғанша артқы қақпағын ашып сырып көрсетейін. Мынандай артқы қақпағы ашылып, оңай ашылады. Мына жерде микро SD карточкасын салуға мүмкіндік бар. Және де мынандай бұның тағы бір артықшылығы, артқы қақпағы, неше түрлі қақпақтары бар, официальный. Бірақ олар где-то $25 шамасында тұрады бір қақпағы, өте қымбат деп ойлаймын өз басым. Осындай егер қақпағы жаңағыдай сырылып кетіп жатса, не болмаса басқа қақпақ құрғыңыз келсе, крышка, осындай крышкасын сатып алып қоюға болады. Ашылуы оңай болды, жабылуы кішкене қиындау болып жатыр. Жабылды. Обновлениеміз әлі қойылып жатыр. Және айта бір кететін жағдай, шеті металға ұқсас. Мына шеткі рамкалар, бірақ бұл металл емес, пластик. Қосылған осындай бір несі бар, анимациясы. Негізі бұлай бір қараған кезде, жалпы ZTE осы телефондардың, осы Nubia линейкасының барлық телефондары неге ұқсайды? Sony'дің Xperia линейкасына ұқсайды өте. Соларға қарап шығарады деген өзім ойдамын. Мысалға Meizu'да, мысалға басқа да Қытайдың көптеген производительдері iPhone'ға қарап, не болмаса Samsung'ға қарап өздерінің смартфондарын құрастырады. Ал ZTE Nubia линейкасы болса Sony Xperia'ға қарап, сол өздерінің дизайндерін жасайды. Және жасағанда да тура солардың көшірмейді, әрине өздеріне тән осындай бір қызыл домалақ нелерімен, өздеріне тән ерекшеліктерімен осындай қызықты смартфондар жасайды. Достар, көргендеріңіз үшін рахмет. Егер қызықты болса, алдағы уақытта обзор көреміз десеңіздер, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше